Бірінші жаттығу. Бір аяқты созамыз, келесі аяқты аламыз. Бірінші керемет жаттығу. 12-16 рет жасауға болады. Келесі аяқты жасаймыз сосын 12 рет, 16 рет. Егер жамбастың ішкі бұлшықеті әсіресе мына көпшілік адамдар операция титан салып өтеді жамбасқа, оған апармау керек ондайға. Сондықтан да осы 3 жаттығуды жасап тұрсаңыз керемет көмектеседі. Ішкі бұлшықетін мықтылады жамбастың. Бұл бірінші жаттығу. Екіншісі, жай тұрамыз. Осы положениеде тұрамыз. Осылай 12 рет, 16 рет жамбасқа. Келесі жағын жасаймыз. 12-16 әрбір жаттығуды 12-ден 16 шама-шарқ тізгенше. Үшінші жаттығу, үшінші қиындау болуы мүмкін. Көтеріліп 10-12-ден болады. Мүмкін басында жасаймауы мүмкін. Басында жасаймаңыз 5-тен 6-тан бастауға болады. Келесін. Осы жаттығуды күнделікті аптасына 3 рет 4 рет жасау арқылы жамбасыңыздың ішкі бұлшықетін мықты қыласыз. Және де жамбасыңызды операция жасаудан аман алып қаласыз.